Армысың, құрметті көрермен. Көпшіліктің сұрауы бойынша хабарымыздың бүгінгі саны Маңғыстаудағы мал шаруашылығына арналады. Аталған өңір проблемасын қисынға салып, логикалық таразыға тартатын боламыз. Арнамыздың тұрақты көрермені боламын десеңіз, төмендегі сілтемені басып, жазылып қойыңыздар. Несіне жасырамыз? Маңғыстау мәселесінде халықтың пікірі екіге жарылды. Бірінші топ бұл өңір мал өсіруге тіпті қолайсыз, сондықтан мемлекет қаражатын бекерден бекер шашудың керегі жоқ деп наразылық танытуда. Екінші топ керісінше маңғыстаулықтар малмен күнін көріп отыр, сондықтан тақыстық танытпай ел қазынасынан қажетті қаржы бөліп жыл сайын көмек беру керек дейді. Бұл мәселеде анығын айту үшін салыстырмалы статистикаға жүгіну керек. 1998 жылы Маңғыстау облысында ірі қара мал саны 5000 бас болса, 21 жылы оның саны 4,5 есе көбейген. Дәл осы аралықта қой саны 72 мыңға өсіп, 371 мың басты құраған. Ал жылқы болса, ірі қара сияқты 4,5 есеге көбейіп, 113 мың басқа жетіп отыр. Енді қараңыз, Маңғыстау облысында егістік алқап мүлдем жоқ. Бұл ірі қара жылқы мен қойға қажет азық дайындайтын мүмкіндік жоқ деген сөз. Егістік алқабы мол облыстардың бірі Ақмоланың өзінде 1998 бен 2021 жылдар арасында ірі қара мал саны 1,4 есе ғана өскен. Қазақстанның барлық облысындағы орташа көрсеткішті алсақ, ірі қараның өсу қарқыны 1,9 есе болып отыр. Ал Маңғыстауда ойсыл қара тұқымы саны 4,5 есе көбейген. Бұл қалай? Жылқы да қой сияқты қанша жерден өрісте өссе де, оларды қысқы уақытта ұстау немесе қуаңшылықтан аман сақтап қалу үшін жем қажет. Егістік алқаптың жоқ болуына қарамастан, Маңғыстауда жылқы саны 4,5 есе артқан. Ал Қазақстанның басқа облыстарындағы қамбар ата тұқымының өсу қарқыны 3,2 есе ғана. Бұл да басқа қонбайтын дүние. Маңғыстау облысында егістік алқапты айтпағанда шабындық та жоқтың қасы. Ол бар болғаны 7200 гектар. Басқа өңірлерде табиғи шөп шабатын жер ондаған емес, жүздеген есе көп. Мысалы, Батыс Қазақстанда шабындық көлемі 858 мың, ал Алматы облысында 1,426 мың гектар. Әрине, мал басының өскені қашанда қуанышты. Мемлекет үшінде ауыл халқының өзін-өзі асырауы жақсы құбылыс. Алайда нарық заманында жем шөп тапшы болып отырғанда малды мұншама өсірудің не қажеті бар? Мейлі халық тәуекел деп төрттілікті көбейтті делік. Онда жем шөп бер деп үкіметтің алқымынан алу қаншалықты орынды? Енді жайылымдағы жағдайды шолайық. Маңғыстау облысында 12 миллион гектар жайылым бар. Жер Құдайға шүкір жетерлік. Десек те, олардың орташа өнімділігі 0,5 центнерден аспайды. Қарапайым тілмен айтсақ, 1 гектарда өсіп тұрған дала шөбінің жалпы салмағы 50 килограмм ғана. Малды жайылымда ұстайтын Австралияда өрісте жүрген ірі қара күніне 50 килограмм көк шөп жейді. Жылқыда бұл көрсеткіш 30, ал қойда 10 келі. Австралиялық малдың тәбетімен есептесек, дәл қазір Маңғыстаудағы төрттілікке 2,280 мың тонна көк шөп керек. Ал Маңғыстау жайылымдарының берері 600 мың тонна ғана. Байқағаныңыздай 4 есе аз. Оның үстіне Маңғыстау жайылымдарында су тапшы. Ыстық күнде суды қанып ішпеген мал қайдан жайылсын? Төрттіліктің ыңыршаға айналуының басты себебі осы. Әлбетте, малмен жанын бағып отырған халыққа неге бұлай болды деп айып таға алмаймыз. Алайда мемлекет бізге көмектеспеді деп ренжудің де қажеті жоқ. Былтырдың өзінде үкімет бюджеттен миллиардтаған қаражат бөліп берді. Әділдік үшін айту керек, басқа облыстарда шағын несие 6 миллион теңге көлемінде болып жатқанда, маңғыстаулықтарға 12 миллионға дейін кредит берілгенде ұмытпаған жөн. Үкімет өзге облыстардың аузынан жырып, бюджеттің ақшасын тек Маңғыстауға бере берсе, басқа 13 аймақтың ауыл шаруашылығы шатқаяқтап кетері хақ.
бюджеттің мүмкіндігі шектеулі болып тұрғанда мұны да ескерген жөн сияқты. Ең бастысы, алдағы уақытта біз бұл жағдайдан сабақ алуымыз керек. Біріншіден, Маңғыстау шенеуніктері жұмыссыз қалған адамдарға қолдау ретінде грант немесе шағын несие бергенде, оны мал сатып алуға емес, басқа кәсіп түрлерін игеруге беруі керек еді. Қайткенменен бұл өңірдің мал азығын дайындау мүмкіндігі жоқ. Шенеуніктердің өзі мал санының күрт өсуіне сеп болмауы керек. Екіншіден, мемлекеттік қолдауды, яғни субсидияны мал азығының кем дегенде 2 жылдық қорын дайындағандар ғана алуы тиіс. Қазіргі кезде мемлекеттің меншігінде мал жоқ. Ол 4 түлігіңізді бағып беруге де міндетті емес. Мұны дұрыс жағынан түсінуіміз керек. Оның үстіне климаттық жағдай жыл сайын нашарлап бара жатыр. Осыны ескере отырып, Маңғыстау шаруалары мал азығын дайындау бойынша алдын ала қамдануы қажет. Құдай сақтасын, Маңғыстаудың жағдайы қиындаса, мемлекет тиісті көмегін бере жатар. Алайда алдағы уақытта бюджеттің қаражатын жем-шөп тасу сияқты бір реттік шараға жұмсай бермей, жүйелі жұмыстың орындалуына бағыттаған дұрысырақ. Мысалы, жерді түбегейлі жақсарту немесе ауыл маңында мәдени, ауыспалы жайындар ұйымдастыру. Мұндай шараларда нәтиже бермесе, үнемді суару жүйелері арқылы шағын алқаптарда мал азығын өсіріп, 4 түлікті тіпті байлап ұстаудың амалын қарастырған жөн. Жөні осы, желіде жолыққанша.